Сәлем достар, қалайсыздар? Біз Стамбул қаласынан жеттік. Қазір аэропортта отырмыз. Таможенный контрольдан өттік, сыртқа шықтық. 5-10 минут отыра тұрайық деп, осындай орындыққа отырдық. Қазір біз метроға барып, қаланың орталығына, өзіміз гостиница жалдаған жерге метромен жетеміз. Сол туралы видео сіздерге түсіремін. Міне, мен сіздерге сырт жағын көрсетіп жіберейін. Анау 13-ші есіктен біз шықтық қазір. Мынау лифт төбеге қарай көтеріледі және астыға қарай -1 деген этажға түсіретін лифт. Анау жоғарыда тұрған адам өтіп бара жатқанды көріп тұрсыздар ма? Ол ұшуға кететін этаж. Мынау жоғарыда орналасқан. Біз содан бір этаж төменде тұрмыз. Ал мыналардың барлығы парковка. Кәдімгі адамдар келіп қойып кететін парковкалары. Мынау трансфер машиналар. Қара. Такси осы жерге келеді. Ал біз қазір метроға қарай жүреміз. Метроға қарай бір 12-13 минутта жаяу барамыз. Жақын жерде орналасқан. Қазір барлық маршрутты көрсетемін сіздерге. Осындай көк стрелкаларда көрсетіліп тұрады. У деген қызыл атпен орналасқан У деген әріп, ол метро деген сөз. Метроға алға қарай барамыз. Міне, қызыл стрелка менен оңға қарай бұрылып тұр. Ақ шатер болып жанылып тұрған жерден метроға қарай баратын жол. Міне үстінен адамдар, ұшып кететін адамдар өтіп аэропортқа кіреді. Астынан шығады, ұшып келгендер шығады. Міне біз қазір оңға қарай қазір бұрыламыз. Міне метроға дейін 9-10 минут деп жазылып тұр. Алға қарай. Ол міне осы жолмен барамыз. Мынау таблода көкпен жазылып тұрған. Ол метроның жүретін уақыттары жазылып тұр. Міне таңғы сағат 6:43-те басталады екен. Азанғы 6:43-те аэропорттан шығатын болсаңыз, метромен жетіп алуға болады екен. Мынау енді рекламалары басталып кетті. Көріп үлгермедік. Алардың барлығы парковка. Міне. Айналасының барлығы парковка. Үстіп алға қарай, тек алға қарай бара береміз. Еш қайқа бұрылмаймыз. Аэропортқа қарай келе жатқан машиналар. Ал мына жаққа, қала жаққа қарай кетіп бара жатқан машиналар. Асансор деген ол лифт. Лифтпенен біз түсеміз. Астыға қарай метроға.
Метро. Метро. Метро -2. Картамен көріп, райондарыңызды тұратын жерді білсеңіз, сол жақта линияны көрсеңіздер болады, қандай метро жүретінін. Kat -2. Kapı açılıyor. Анау лифттен шыққан кезде. Иә, ақшаны тексеріп алайық, ақша салып алайық. Егер де сіздерде Истанбул карт болмаса, Истанбул карт сатып алуға болады. Бізде Истанбул карт бар. Истанбул карт бар, өзімізде лираларымыз да бар. Біз өзімізге қазір ақша салып аламыз. $199 болды, қазір 200 салынды бізде. 10 лираны алмай қойды. 399 болды бізде. Міне метроның іші, метро келді. Мен отырып алдым метроға, орындыққа. Біз қазір метродамыз. Метроға Истанбул аэропортынан міндік. Ең соңғы конечная остановкасына дейін бара жатырмыз. Ол остановканың аты Гайрет-Тепе. Сол Гайрет-Тепеден біз М2 деген метроның жолына ауысуымыз керек. Ол М2 деген маршрут Таксим районына барады және Лалли районына барады. Ең соңғы остановка Гайрет-Тепе. М2 деген метроға ауысатын жер деп көрсетіліп тұр. Жасыл жолақ маршрут М2. Gelecek istasyon Gayrettepe. Gayrettepe Burnu'daki son istasyon. Bu istasyonumuzdan metrosuna ve metrobüs hattına aktarma yolu yapıyoruz. Dear passengers, the next station is Gayrettepe. This train terminal is here. Transfer to the Amstel Metro line and connection to the Metrobus line is available. Bu istasyon Gayrettepe. This station is Gayrettepe. Sayın yolcularımız, Бәрі лифтке бара тұрарда. Иә. Осылар 10 жақта барлығы тұратындар тұра
бола береді, а сол жағынан барлығы лестницамен көтеріліп кете береді. Асығыстар ғой, короче. М2 дейді. 3М2 дейді. Иә. Мына тұр. М2 деген. Боқты. Мақұл. Шетпен жүре берем. Метросынан біз М2 маршрутына ауысқан кезде төбеге шықпаймыз. Осы астыңғы жағынан переходтарменен өтіп кетеміз, бірақ обязательно ақшасын төлеп өтеміз. Мынау 1, 2, 3 деп көрсетіп тұр әйтеуір. Ана 3-тің астында М2 деп жазылып тұр. Иә, бір рет төлейміз әйтеуір. Визничилерден. Міне, М2 деп көрсетіліп тұр. Осыменен біз уже 3-шіге мініп атырмыз. 3-ші элеваторға мініп атырмыз. Сонда ойласаңыздаршы, қанша этаж төмен орналасқан жердің астында. Ал экскаватор. Әлі көтерілуіміз керек қой, тағы да бір пролет. Міне 3М2 былай қарай, алға қарай. Қараңыздар, шыққанда метроның іші әдемі. Ал біз былай қарай барамыз. Бізге М2, бірақ 3 керек. Міне М2. Міне. И солға қарай. Еще былай қарай көп жүреміз. Футболисттерді көрген. Менің бұрынғы видеомды көрсеңіздер, лентада бар ол. Осы метроның ішінде біз Галатасарайдың фанаттарын көргенбіз. Білмеймін, жазбады ғой. Метрода сауда болып жатыр, бутиктер. Пробка.
Қазір міне М2 и осы жақпен барамыз. Әлі 90 метр бар дейді. Küçük market. Yeni kapı M2. Былай бұрылып астына түсеміз. Міне. Ардақ тұр. Метроя кіріш мияқа. Біз далаға шыққан жоқпыз, көрдіңіздер ғой, достар. Бірақ біз ақшасын төлеп өттік. Келесі веткаға өту үшін, метрода келесі веткаға өту үшін біз ақшасын төлеп өттік. Біз оң жақтан мінеміз метроға, Ені капы деген линияға. Тұрған Ені капы деген неге баратын пойызға мінеміз. Мынау келген біздің пойыз. Біз осыған мінуіміз керек. Үлгеруіміз керек. Міне М2 Ені капы деген пойыз. Адамдар шығып жатыр и мініп жатыр. Ей, ардақ. Енді пойыз кетіп қалды, достар. Менің күйеуім мініп кетті, мен үлгермедім. Келесі остановкадан түсіп қалды деп айттым, енді түсінген шығар мені. Келесі пойызды күтемін. Қалыштым. Жігітім мен деймді. Келесі станциядан түсіп мен есіктен қарап тұрдым да. Екеуміз бір-бірімізді тауып алдық. Біз енді Лізничилер деген станциядан түсеміз.
содан жоғарыға көтеріліп өзіміздің гостиницаға барамыз. Қазіргі остановка Таксимге барады бұл метроның маршруты. Одан кейін Халичтен кейін барып Везенчелер станциясы. Біз өзіміздің конечный гостиницамыз орналасқан районға келдік, метродан түстік, бірақ біз әлі 3 немесе 4 полет төбеге көтерілеміз. Қазір бәрін көрсетемін. İstanbul Üniversiteti var bu rayonda, Laleli rayonunda. Шығып кеткен бұл жерде бесплатный, а кіру платный. Лифті күтпей төбеге былай көтеріле береміз, ау дейме? Или бұл жақта жоқ, мне кажется, лифтпен бәрібір. Лифтіге мінеміз. Лифтпен бір этаж көтерілеміз да, кейін қайтананда эскалатор. Эскалатор екен ғой, элеватор емес. 1600 килограмм бюджет. Oh, mine used to be so lit before. Я 130 килограмм. Один вешу. I know it was that lit, yeah. Even ice lit. Вдвоем, наверное, 200 килограмм. I think Obtain the shit. I think there was a time when I used to play Warzone and cry out victories. Now, bro, it's like the Sahara Desert, bro. Çok masal. Huh? Where you off the one? Huh? Where you off the one? I'm just Sahara Desert. Лифтпен 2 этаж төбеге көтерілдік та, және бір эскалатор. Эскалатор деп енді дұрыс айттым, достар. Бір пролет эскалатор төбеге көтерілеміз. Таза ауа. Қандай бақыт. Міне аэропорттан біз өзіміздің тұратын жердегі гостиницамызға аман-есен метромен жетіп келдік. Осыған бізде 1,5 сағат уақыт кетті. Метроның өзі тез жүргеннің өзінде переходтарды көрдіңіздер, өте ұзақ жүретін болғандықтан осынша уақыт ұстады. Аэропортта біз метроға кірген кезде 35 лирадан 2 адамға 70 лира төледік. Ал екінші веткаға өтетін кезде 27 лирадан 54 лира төледік. Общий 124 лира кетті 2 адамға аэропорттан Лалелиге дейін жетіп келу. Ол дегеніміз $3 немесе 1610 теңгені құрады. Ал достар, келесі видеомызда кездескенше сау болып тұрыңыздар.